Саламатсыздар ма? Бұл видеода мен леченияға разбор жасайтын болам, және жас врачтар лечения берген кезде ең жиі жасайтын қателіктерге тоқталатын боламыз. Жалпы видеода жедел обструктивный бронхит диагнозы жазылған назначенияға толықтай разбор жасап шығамыз. Әр пунктіне және қандай қателіктер жасалынған, және олар не үшін қате екендігін айтатын боламын. Жалпы мына суретте жедел обструктивный бронхитке тағайындалған назначение. Және бұл назначениеда мен өзім 8 қателік таптым. Дәлелді медицинаға сай емес қате жазылған. Енді әрбіріне бірінші жеке-жеке тоқталамыз, одан кейін әрбірін жеке-жеке талдайтын боламыз. Диагнозда острый обструктивный бронхит диагнозы қойылған, және балаға пневмопокойда сальбутамол тағайындалған обструкцияны жою мақсатында. Одан кейін рекомендацияға үйге берілген ең бірінші ол режим, постельный режим, балада температура кезінде. Одан кейін диетаға балаға жылы суды көп беру тағайындалған. Одан кейін медикаментозды лечение келетін болсақ, ең бірінші ол антибактериальный терапия ретінде клавам назначителген суспензия түрінде. Одан кейін нормабак тағайындалған. Одан кейін ингаляция 0,9%. Обычный физраствордың өзімен ингаляция тағайындалған. Одан кейін келесі ингаляцияның түрі физраствор плюс пульмикортпен жасау. Одан кейін балаға дренажный массаж тағайындалған, және фенисил 10 капледан 1 рет түнде, және мұрынды физраствормен шаю. Одан кейін тамақты интерферонды мазбен обработка жасау. Одан кейін температура жоғарылаған кезде температураны түсіру мақсатында ибуфен және парацетамол. Ибуфен немесе парацетамол беру. Одан кейін участкалық врачта наблюдениеда болу, және грудной клетканы рентген жасау қажет деп жазылған. Сонымен қоса баланы қай кезде жедел түрде қайтадан больницаға алып келу керектігі, яғни қауіп белгілері ескертілген. Енді әрбіріне біз жеке-жеке тоқталамыз. Ең бірінші біз дұрыс назначение бере алуымыз үшін аурудың механизмін түсінуіміз керек. Жалпы бронхит бұл бронхтардың шырышты қабатының жедел қабынуын айтамыз. Енді ол екіге бөлінеді: қарапайым жедел бронхит және обструктивті жедел бронхит деп. Екеуінің айырмашылығы: обструктивті бронхит кезінде обструкциямен жүреді, ал қарапайым бронхит кезінде обструкция болмайды. Жалпы обструкция дегенімізде, соған қысқаша тоқталатын болсам, обструкция дегеніміз мына бронхтардың нормада осындай кең болатын болса, іші обструкция кезінде осы бронхтардың ішінен ауаның жүруі қиындауын біз обструкция деп айтамыз. Және обструкция 3 түрлі механизмға байланысты болады. Ең біріншісі ол сырттан мышцалар спазмдалады. Екіншісі, яғни бронхтар сырттан қысылады. Одан кейін іші шырышты қабат отек болып ісініп кетеді. Одан кейін ішінде макрота жиналып қалады. Енді қабыну кезінде білесіздер, қабыну бірнеше этаптардан өтеді, және эксудация сатысы кезінде шырышты қабат ісінеді. Және ол ісінгеннен кейін эксудация сатысында эксудант бөлінеді, яғни былайша айтатын болсақ қақырық бөлінеді. Осы үшеуі бірге жиналған кезде бронхтың ішінен ауа өту қиындайды, және біз оны обструкция деп айтамыз. Енді қай кезде обструкция болады, ал қай кезде обструкция болмайды, соған қысқаша тоқталамыз. Ол үшін біз мына бронхиальный дереваны түсінуіміз керек болады. Жалпы бронхтар бізде жіктеледі. Мынау ірі бронхтар, оң және сол жаңағы бифуркациядан кейінгі бөлінген оң және сол ірі бронхтар, одан кейін орта бронхтар, одан кейін ұсақ бронхтар және бронхиоллар деп жіктеледі. Именно жерде ацинус альвеолар көрсетілген. Енді егер воспаление, жаңа айтқан қабыну процесі ірі және орта бронхтарда жүретін болса, онда ол обструкциясыз жүреді. Неге? Себебі мынау бронх өзі кең болып тұр, мына ірі бронх болып тұр. И оның сыртынан қысылса, одан кейін іші отек болса және макрота жиналса да, ол ірі болғандықтан оның ішінен ауа өтуге по-любому орын қалады, былайша айтқанда, толықтай тарылып қалмайды. Ал енді ұсақ бронхта дәл осы воспаление болатын болса, онда ол и так өзі майда, ұсақ, и оған плюс сыртынан қысылды, ішінен отек болып, ішіне плюс макрота толып қалатын болса, ол толықтай обструкция болып қалады, ішінен ауа өту қиындайды. Сондықтан балада егер воспаление, жалпы бронхта воспаление болған кезде ірі және орта бронхтарда ғана жүретін болса, онда обструкциясыз, ауаның өтуінің қиындауынсыз жүреді. Ал егер ол воспаление мына жерлерге дейін тарап кеткен болса, онда балада обструкция белгілерімен жүреді, яғни ауа өту қиындап кетеді. Енді осы жерде қосымша информация ретінде айтып өтейін. Егер воспаление ацинус және альвеоларға дейін жалғасатын болса, онда ол бронхопневмония деп диагноз қойылады. Ал егер альвеоланың өзінде болса, яғни өкпесінің өзінде қабынса, онда ол пневмония диагнозы. Енді қашан обструкция болады, қашан обструкция болмайды, оны түсіндік. Енді этиологиясына келетін болсақ,
жалпы жедел бронхиттің негізгі этиологиясы 95% жағдайда ол вирустарға байланысты болады. Вирустар қоздырады. Ол кез келген вирус болуы мүмкін. Мысалы, тұмау вирусы, А немесе Б түрі, одан кейін парагрипп, коронавирус, аденовирус деген сияқты кез келген вирус болуы мүмкін. Оның барлығын біз респираторлы вирустар деп айтамыз. Бірақ балада мысалы острый бронхит болған кезде біз нақты қандай вирус тудырып тұрғанын біле алмаймыз. Бірақ білеміз де 95% жағдайда ол вирусқа байланысты болып тұрғанлығын. Енді леченияға келетін болсақ, ең бірінші қателік бұл ең грубо ошибкалардың бірі балаға бронхиолитик терапияны тағайындалмау. Яғни сальбутамол жасалған, бірақ дальше үйге рекомендация берілген кезде балаға бронходилататор препарат тағайындалмаған. Бронходилататор препарат ол бізде бронхтарды кеңейтетін препарат. Яғни сыртта спазм болып тұр ғой, сол спазмды босаңсытатын кеңейтетін препарат керек еді. Ол бізде ең жиі бірінші выбор препараты ол бізде берадуал. Берадуалмен ингаляция жасалыну қажет еді. Сонда мына сыртта спазмды ол босаңсытады және балада бронх кеңейеді және обструкция жойылатын еді. Бірақ ол тағайындалмаған мына жерде. Одан кейін екінші қателікке келетін болсақ, грубо ошибкалардың бірі ол антибиотиктің негізсіз тағайындалуы. Жаңа айтқандай, жедел бронхит бізде 95% жағдайда вирустарға байланысты болғандықтан, бұл жерде антибиотик тек бактерияларға әсер етеді. Сондықтан вирусты инфекция кезінде антибиотик тағайындаудың қажет жоқ. Кейбір ата-аналар балаларына өздері антибиотик беріп бастайды, врачтың тағайындауынсыз. Олар айтады, профилактика мақсатында деп. Былайша логикаға салатын болсақ, ол дұрыс емес та. Мысалы, антибиотикті мысалы анасы өзі берді, врач тағайындамаса да өзі берді. Мысалы, мына жерде врачтың өзі тағайындап тұр, иә. Антибиотик тағайындадыңыз, бірақ организмде әлі бактерия жоқ. Сонда ол антибиотик түсіп, оны бактерия қашан түссе, біз соны жойып тастаймыз деп ол түсіп күтіп отырмайды ғой. Антибиотик организмға түскеннен кейін ол әсер етіп бастайды сразу. Сондықтан тек бактериальный асқыну болғаннан кейін ғана, немесе балада пневмония болса ғана біз уже организмде бактерия бар кезде ғана антибиотик тағайындауымыз қажет болады. Одан кейін үшіншісі пробиотиктердің тағайындалуы. Жалпы антибиотик ішетін пациенттерде кей кезде диарея болуы мүмкін. Бұл немен байланысты? Антибиотик организмға түскен кезде бактерияларды жоюмен қоса ағзадағы қалыпты микрофлораны жойып тастайды. Соған байланысты пациентте ең жиі болады побочный эффекттердің бірі ол диарея болады, іш өту болады. Бірақ ол барлық пациенттерде де бола бермейді. Сондықтан біз антибиотик тағайындалған пациенттерге, егер пациентте побочный эффект ретінде диарея басталса, сол кезде ғана показанияға байланысты пробиотик тағайындауымыз қажет еді. Ал әлі диарея басталмаған пациентке алдын ала пробиотик берудің қажет жоқ. Яғни пробиотик дегені бұл нормобакт, ал антибиотик бұл жерде клаван болып тұр. Осы екеуі де уже қате болып тұр назначениеда. Одан кейін мына жерде ингаляция 0,9% физрасворный назначение. Бұл бізде төртінші қателік болып есептелінеді. Не үшін физрасвормен ингаляция монотерапия ретінде, яғни жалғыз өзі тағайындалған кезде ешқандай клиникалық дәлелденбеген тиімділігі жоқ. Себебі физрасвор тек қана қарапайым ертінді, және ол қандай да бір дәріні ертінді мақсатында дәрімен араластырып ғана тағайындаймыз. Мысалы, берадуал мен физрасвор екеуін қосып тағайындау қажет етті. Мысалы, ең бірінші мына жерде бронхиолитик берген кезде физрасвор мен берадуалды бірге қосып тағайындау керек еді. Бірақ чисто физрасвордың өзін тағайындаудың ешқандай эффективтілігі жоқ. Керісінше ол зиян болуы мүмкін. Неге? Себебі ол физрасвор сұйықтық, ол және ингаляция жасаған кезде ол тыныс жолдарының төменгі бөлігіне түседі. Және балада жөтелді күшейтуі мүмкін. Неге? Себебі жөтел дегеніміз ол организмнің қорғаныш функциясы, яғни тыныс жолдарына бөгде зат түскен кезде, артық зат түскен кезде, сол артық затты сыртқа шығарып тастау мақсатында кірпікшелі эпителийлер, яғни мукоцилиарный клиренс, сол артық заттың барлығын сыртқа шығару мақсатында жөтелдің рефлексін тудырады және пациентте жөтел күшейіп кетеді, және қақырық пайда болады, және ол жөтел күшейеді. Ал яғни біз физрасворды тағайындау арқылы тыныс жолдарына артық біз сұйықтықты жіберіп жатырмыз, және оны балада наоборот жөтелді күшейтіп жібереді. Енді активтеп жібереді, мукоцилиарный клиренсті одан да көбірек активтеп жібереді. Одан кейін бесіншісі бұл ингаляциялық глюкокортикостероид пульмикортын тағайындау. Мына жерде
пульмикорд плюс физраствормен тағайындаған. Біріншіден біз пульмикордты физрастворсыз пульмикордтың өзін тағайындаса бола береді, ингаляциямен қосудың қажет жоқ. Екіншіден, бұл жерде бұл баланың случайсында пульмикорд тағайындаудың қажет жоқ, себебі пульмикорд бізде ингаляциялық глюкокортикостероид және оның эффекті қабынуға қарсы және ісінуді басатын эффект береді. Сондықтан мына тыныс жолдарының ісінуіне байланысты болатын, мысалы ларингит кезінде дауыс байламдары ісініп кетеді, иә, сол кезде жақсы эффект беретін препарат бұл. Одан кейін бронхиалды астма кезінде тағайындалады ұзақ мерзімде. Ал бізде обструктивный бронхит кезінде основной механизм бұл мынау суретте мына сырттағы мышцалардың спазмына байланысты болып тұр, және бізде пульмикорд осы спазмды жоятын эффекті жоқ. Ал бізде ол эффекті беретін берадуал препараты. Сондықтан пульмикорд емес, берадуалды тағайындау қажет еді. Енді келесі алтыншы қателікке келетін болсақ, пациентке аллергияға қарсы препарат тағайындалған. Фенистин енді бұл жерде дұрыс тағайындады ма жоқ па, оны нақты айта алуымыз үшін пациенттің аллерг анамнезіне, яғни соған мән беруіміз керек. Пациентте жалпы аллергиялық реакциялар бар ма, жалпы осындай обструктивный бронхит болған кез, жалпы обычный ОРВИ болған кезде жиі осындай обструкциямен жүре ма? Мысалы, балада жылына 10-12 ретке дейін ауыру мүмкін ғой, иә, немен ОРВИмен ауыру мүмкін, және сол кезде мысалы 4-5 ретке дейін сондай обструкциямен жалғасатын болса, онда ол балада бронхиальный астма болуы мүмкін, яғни бұл аллергияға байланысты болуы мүмкін деген подозрение туындайды, иә. Сол үшін балада бірінші нақты аллергия бар ма жоқ па соны анықтап, одан кейін ғана тағайындау қажет еді. Жалпы енді бұл жерде анамнез жазылмаған. Егер нақты біз балада аллергия бар ма жоқ па оны анықтау үшін иммуноглобулин Е анализін тапсыртуымыз қажет. Бұл жерде нақты қате ма жоқ па оны айта алмаймыз, ол үшін бізге аллергия анамнез қажет болады. Одан кейін жетіншісі тамаққа интерферонды маз тағайындалған. Жалпы біз интерферонды препараттарды ешқайсысын тағайындамаймыз, білесіздер, иә, ол виферон, одан кейін анаферон деген сияқты препараттар, олардың эффективтілігі мүлдем дәлелденбеген. Біріншіден, олардың дозировкасы өте аз. Одан кейін организмда жалпы респираторлы вирусты аурулар болған кезде аурудың 3-5 күндері ағзада табиғи интерферондар бөлініп бастайды, яғни оны сырттан енгізудің қажет жоқ. Одан кейін анаферон, виферондардың составында интерферонның дозировкасы өте аз, яғни ешқандай лечебный эффект бермейді. Сондықтан интерферонды маз, одан кейін плюс бұл жерде тамаққа тағайындалып тұр, иә. Негізі обструктивный бронхит кезінде воспаление бронхта болып жатыр. Егер бұл жерде фарингитпен қоса жүргеннің өзінде де біз местный лечение бермейміз. Неге? Себебі балаларда осындай местный лечение берген кезде әртүрлі шөптермен немесе андай тамаққа себетін препараттар бар ғой, мысалы тамфлекс, ингалит деген сияқты препараттар, наоборот балада оған гиперчувствительность болып, балада аллергиялық жөтел пайда болуы мүмкін еді, яғни сол жерде аллергия туындауы мүмкіндігі жоғары. Сондықтан біз местный лечение бермейміз балаға, тем более интерферондар тағайындамаймыз. Одан кейін келесі балаға рентген тағайындаған. Рентген бұл жерде негізсіз болып тұр. Неге? Себебі балаға біз рентгенографияны тек қана пневмонияға күдік болған кезде және біз берген назначениеден ешқандай эффект болмай жатқан кезде ғана дополнительный зерттеу әдісі ретінде рентгенография тағайындаймыз. Енді бұл жерде не үшін пневмонияға күдік жоқ деп есептедім, себебі бала бірінші обструкциямен барған, иә, обструктивный бронхит қойған. Одан кейін балаға сальбутамол тағайындалған. Сальбутамолдан кейін баланың жағдайы жақсарған, менің түсінуімше, себебі баланың жағдайы жақсарғаннан кейін баланы үйге жіберіп жатыр, иә. Ал егер сол жерде сальбутамол бергеннен кейін обструкция жойылмаған болса, ешқандай эффект бермеген болса, онда ол баланы үйге қайтармайтын еді, иә. Сондан түсінуіміз керек, значит сальбутамол эффект берді. Яғни балада обструкциямен келген кезде, тыныстың қиындауымен келген кезде сальбутамол жасағаннан кейін, бронхтарды кеңейтетін препарат бергеннен кейін, егер бронх кеңейген болса, значит бұл балада анық обструктивный бронхит деген сөз. Ал егер бала интоксикация симптомдары плюс одышка мен ауа жетіспеушілік симптомымен келгенде, және біз сол сальбутамол тағайындағаннан кейін де 3 рет тағайындап көреміз, иә. Сол 3 рет тағайындағаннан кейін де егер ешқандай эффект бермейтін болса, онда ол балада пневмония деген сөз. Неге? Себебі мына жерде қарайтын болсақ,
ентігу, ауаның жетіспеушілігі екі түрлі симптомға байланысты болады да. Біріншісі ол бронхтардың тарылуына байланысты болады. Екіншісі бронхта тарылған жоқ, бірақ мына жерде альвеоллар зақымдалған, яғни мына альвеоллар 100% өзінің қызметін атқарып тұрған болса, осының ішінде воспаление болып, ішінде жидкость, қабынуыз, эксудат жиналып қалған болса, және альвеола өзінің функциясын толықтай атқармай жатқан болса, онда альвеолларда бізде ішкі ауа алмасу болады ғой, иә. Сол ауа алмасу бұзылады воспалениеға байланысты, және организмға кислород жетіспегеннен кейін пациент тез демалып бастайды, яғни ентігу, тыныс жеткіліксіздігі симптомдары болады. Және ол кезде ешқандай обструкция болмаса да альвеоланың зақымдалуына байланысты балада осы ауа жетіспеушілігі симптомдар, тыныс жеткіліксіздігі белгілері болатын еді, иә. Енді бала тыныс жеткіліксіздігі симптомымен келгеннен кейін бізге сальбутамол қолданғаннан кейін балада обструкция белгілері жойылса, яғни тыныс алу жеңілдеген болса, значит баладағы тыныстың қиындауының себебі ол бронхтың тарылуынан болған екен, ал өкпе нормально жұмыс жасап тұр деген сөз, иә. Сондықтан балада пневмонияға нақты күдік жоқ. Бірақ нақты балада пневмонияға күдік бар ма жоқ па оны білу үшін пациенттің мына жерде біз жауаптарын және объективный данныйына да қарауымыз керек еді. Бұл жалпылама жазылған. Одан кейін келесі, мына жерде муколитик препараты тағайындалмаған, бірақ мен оны қосымша мына жерге жазып қойдым. Себебі мына жерде жасалынбағанмен, жалпы практикада өте жиі жасалатын қателіктердің бірі бұл балаға осындай жағдайда муколитик препараттарды беру. Муколитик препараттарда мысалы амбро тағайындау, иә. Ол препараттар қандай эффект береді? Олар түскен кезде мокротаны наоборот сұйылтады, тұтқыр болып тұрған мокротаны сұйылтады, және ол мокрота көбейгеннен кейін тыныс жолдарында бөгде зат наоборот объем үлкейгеннен кейін балада наоборот жөтел күшейіп кетеді. Бірақ бізде 5 жас, 8 жасқа дейінгі балаларда тыныс бұлшықеттері жақсы толықтай дамымағандықтан олар жөтелген кезде мына қақырықты былай жөтеліп күшпен шығарып тастайтын күші жоқ. Сондықтан бізде мына муколитик берген кезде мокротаның объемы көбейгенімен бала оны қақырып шығарып тастай алмайды. Ол артық мокрота қайта тыныс жолдарында жиналып қалады, және ол наоборот өкпеге өтіп кетіп, ол жерде немесе бактерия, екіншілік инфекция ретінде бактерия қосылып, пневмонияға дейін асқынып кету қаупі өте жоғары. Сондықтан біз 8 жасқа дейінгі балаларға ешқашан муколитик препарат тағайындамаймыз. Енді бұл жерде қандай лечение дұрыс, соған кішкене тоқталатын болсақ, ең бірінші лечение балаға режим тағайындалған. Бұл дұрыс, иә. Біз балаға больничный ашамыз, анасына больничный ашамыз, одан кейін балаға сұйықтықты көп беру, одан кейін мұрын қуысын тұзды ерітінділермен шаю, яғни ринит кезінде мына тыныс жолдары ісінеді және сопли болады, иә, балада. Ал біз тұзды ерітіндімен шайған кезде сол отекті басады. Одан кейін температурасын түсіру мақсатында препараттың тағайындау, ибуфен немесе парацетамол беру керектігі, одан кейін дренажный массаж. Жаңа біз мына муколитик бермейміз деп айттық, иә, бірақ сол по-любому ана жерде балада итак мокрота бар, иә. Сол мокротаны біз қалай шығарамыз деген сұраққа, балаларда біз мокротаны дренажный массаж арқылы ғана шығарамыз. Яғни ютубтан басқа видеолар қарасаңыздар болады. Мына бронхтарды ұрғылау арқылы мына бронхтарға жабыстырған мокротаны ажыратып, және ол баланы құсу арқылы бала шығарып тастайды, немесе өзі жұтып қояды. Біз балада мокротаны солай емдейміз. Одан кейін ата-анасына қауіп белгілерін түсіндіргендігі бұл дұрыс. Және бұл жерде қосымша қосылу керек еді бронходилататор. Яғни нақты лечениесіне келетін болса, обструктивный бронхиттің медицина бойынша тек қана жылы сұйықтық көп беру, одан кейін дополнительный мұрнына сопли болса мұрнын емдеу, иә. Мұрнын шаю, одан аквамарис деген сияқты препараттармен, одан кейін жөтел болса, мокрота болса дренажный массаж, одан кейін плюс ең основной лечение бізде бронходилататор еді. Бірақ мына дренажный массажды, бронходилататорды бермей дренажный массаж жасағаннан ешқандай эффект болмайды. Себебі бронхтар тарылып тұр. Сіз қанша дренажный массаж жасағаныңызбен ол мокрота сыртқа шықпайды. Сондықтан ең бірінші болып біз бронхтарды кеңейтіп алуымыз керек, одан кейін ғана дренажный массаж жасақ эффект беретін еді. Ал мына лечениелердің барлығы қате болып есептелінеді. Жалпы дұрыс ем тағайындай алуымыз үшін бізде пациентте симптомды көрген кезде оның механизмін түсіне алуымыз қажет. Мысалы, обструкция көрдік, ол обструкция қай кезде болады? Мысалы, тыныс жеткіліксіздігін көрдік, мысалы, тыныс алудың жоғарылауы, ол қай кезде болады? Мысалы, пневмония кезінде болады екен, және обструктивный бронхит кезінде болады екен. Екеуін біз қалай ажыратамыз, екеуінің ажырату механизмі, мысалы,
бронходилататор беріп көргеннен кейін егер жағдай жақсарса, значит ол обструкция, егер жағдай жақсармаса, значит ол пневмония деген сияқты сіз осылай ажыратамыз. Және осы симптом тағы қандай аурулар кезінде кездеседі және олардың айырмашылығы қандай? Одан кейін ол механизмді басу үшін біз қандай дәрі береміз? Мысалы бізде балада обструкция болып тұр және ол обструкцияны басу мақсатында біз бронходилататор берадуал деген препарат тағайындауымыз керек еді. Және ол дәрінің әсер ету механизмі қандай? Ол жаңағы спазмдалып тұрған мышцаларды босаңсытады. Одан кейін оны қандай дозада береміз? Ол енді баланың жасына байланысты, иә. Мысалы, жалпы пациентке біз дәрі назначить еткен кезде жүкті әйелге қандай дозада береміз, оны жалпы беруге бола ма, немесе взрослыйға қандай доза, бала болса баланың әр салмағына қарай қандай дозада береміз, солардың барлығын білген кезде ғана біз дұрыс назначение бере аламыз. Жалпы мен өзім ВОП жұмысы курсында осылай ВОП практикасына келетін 95% аурудың барлығына разбор жасап түсіндіремін. Аурудың патогенезі, пациенттің симптомдары, пациентті қалай тексереміз, анализде қандай өзгеріс болады, одан кейін қандай зерттеу әдістерін жібереміз, ол жерде қандай өзгеріс болады, қандай лечение береміз, аурулардың бір-бірінен диагностика қандай деген сияқты барлық модульде мысалы жеке-жеке тоқталған. Мысалы тыныс алу жүйесі аурулары, ас қорыту жүйесі, зәр шығару жүйесі, жүрек, қан тамыр, қан түзу, гематология, тірек қимыл жүйесі деген сияқты осылай разбор жасап шыққанмын. Және ВОП жұмыс курсында сол аурулармен разбор жасаумен қоса документация, кмиз, приказда толықтай түсіндіріледі және бонус ретінде дайын ем схемасы, кітапшалар және шаблондар беріледі. Егер де ауруларды осылай дұрыс разбор жасап, дұрыс диагностика жасап және дәлелді медицина бойынша емдегім келеді десеңіз, онда төменде сілтеме қалдырамын. Сол жерге анкетаны толтырсаң, анкета қалдырамын және сол анкетаны толтыру арқылы толтырсаңыз, ВОП курсы жайлы сізге толықтай ақпарат жіберетін боламыз. Назарларыңызға рахмет және комментарияға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер.